Армысыздар, қазақтар, қалдарыңыз қалай? Аллах жоқ дегенім үшін мені мынау ислам азаматтар ұрып тепкілеп, осындай жағдайға жеткізді. Құрметті қазақтар, сақ болыңыздар, аман болыңыздар. Құзырлы органдарға мен құдай қаласа мынау алдағы уақытта арызданайын деп отырмын. Жоқ, ұсталды ма деймін ана жігіттер? Сақалды бар. Деген ғой патрульдер, оның патрульдің өзі жаңа төбелес біткен сәл қарап тұрғаны бар ма, сондай сөйтіп бұны скорый айтып қойған, патрульді кім шақырған білмеймін, сонда общий айқай шу болған соң жаңа патрульді кім шақырғанды білмейді, бұл өз әрекеттің өзі. Сонымен больницадан шыққан соң өзі қайтып кеткен үйіне. Мен Түркістан облысының полиция департаментіне жаздым, Шымкент қалалық қаласында мен өзім лично барып, содан кейін ертең уже Избишинский РОВД-ға и қалған РОВД-лерге полностью барып, анаяқта жазып алып, тем более өте старый знакомлерім бар менде. И осы видеоны сол жаққа жіберіп алып, полностью осыны жіберіп көреміз не болатын. Сонда ұсталмаған болып тұр ғой, Не айтып жатыр, доказательствосы жоқ. То есть, типа, то, что не нашли никаких доказательств, что его, грубо говоря, избили со стороны людей с ислама. Говорят просто то, что вот он был якобы пьяный, либо еще что-нибудь. Доказательства болған ғой, соны уничтожить еткен, уничтожить. Доказательстводан құртуға тырысқан ғой. А свидетель деген, қасында тұрған адамдар, көрген адамдар, ол адам ұрып кету деген қылмыс қой былай қарағанда. Бар, свидетель де бар, бәрі адамдар да бар, өзі көп адам. Кеше, мен бір нәрсе айта кетейінші. Бізде акцент, мынау прецедент. Мынау прецедент деген, бұл оқиғадан кейін бір түзететін бір шара болмаса қоғамда, мынау бәрі қоғам назар аударып, бір резонанс болмаса, өте қиын болады. Сол себептен қазір енді полиция департаментіне жазудан басқа амал жоқ. Шағым түсірді ма, жоқ па, шағым келіп, қандай мотивпен келіп ұрсыпты, қалады іс қозғалса, енді қамалды ма, ұсталды ма, соның бәрін анықтаймыз. Енді жаңа Нұр КЗ бар, Тенгри Ньюс бар, Әшкере бар, соның бәріне шығарамыз. Енді бұны болмайды ма? Мен осыны алып видеолар шығарып жүрген кезде угроза маған личкаға көбіне. Мен принимать ете беремін ғой, кім не жазды соның запростарын. И кәдімгідей угроза бар түседі. Мен сені танимын, анау істеймін, мынау істеймін. Школьниктер шығады деп жүре бересің да, енді комментарийларды оқысаңдар да постоянно угроза бар. Ана резонансный видео шығып қалса ше. А қазір уже ойланатындай жағдайда, егер осы прецедентті полиция қолына алып ұстамаса, мысалға, уже ойланатын жағдай